Қыздар, мен бүгін осындай профитроли печеньелерін дайындадым. Өте керемет болып шықты. Жасап көріп, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Бұл печеньелер дамские пальчики тортына өте жақсы үйлеседі. Оны да көрулеріңізге болады. Алдымен ыдысымызға су құйып, оған шым-шым тұз және де сары майымызды салып, баяу отта майымыз еріп суымыз қайнағанша ұстаймыз. Содан соң осы отта тұрған күйінде оған барлық ұнымызды сала салып, жақсылап араластырып қамыр жасаймыз. Яғни біздің қамырымыз іртік-іртік болмай біркелкі болу керек. Содан соң отты өшіріп, құрғақ ыдысымызға осы қамырымызды салып алып, үстінен жұмыртқаларымызды аз-аздан қоса отырып, қамырымызды тез-тез илеп, қоймалжың масса дайындаймыз. Содан соң оны насадкасы кигізілген кондитерлік қапшыққа құйып, пергамент қағазы төселген формамызға осылай печеньенің формасын салып тізіп шығамыз. Одан кейін 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне піскен печеньеміздің астын осындай шпажкамен тесіп, яғни кремді құятындай етіп жасаймыз. Менде крем вареная сгущенка, сіздер заварной крем не болмаса басқа да кремдерді қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын ішін осылай толтырып шығамыз. Сонымен біздің печеньелеріміз дайын. Бетіне мен осындай қант ұнтағын септім. Ас болсын, жасап көріңіздер.